бесікте. Жарайды. Арсен 3 балл алды. Кім жауап бермеді? Жасмина? Ойын-сауыққа арналған программа, компьютерлік ойын дегеніміз ойын-сауыққа арналған программа, жалпы екіншісінде кесілу, үшіншісінде шығармашылық. Не? Ол жақта адам бар, сол жерде басты кейіпкер бар, сол өліп қалмау керек па ойындарында? Сол басты кейіпкер. Ал екінші кейіпкерлерге оның кімдері жатады? Қарсыластар, балалар қараңдар. Компьютерлік қарсыластар бар. Екінші деңгейлі кейіпкерлер, оның досы, иті, мысығы, немесе машинасы, кез келген кейіпкер болуы мүмкін. Келесі сый ақылар. Сендер арып уровеньге өткен сайын сендерге ақша береді ма? Бір ойындарда ақша береді, бір ойындарда алма, ұпай санымен береді, сый ақылар кетті. Енді қозғалмалы нысандар деген оның ішіндегі нысандар жалпы. Көлік болсын, үй болсын, жаңағыдай заттар, немесе адамдар. Және декорациялар. Балалар, декорациялар дегеніміз не? Декорациялар. Сендер қап-қара экрандар. Біздің ойын құратын бағдарламамыз. Енді осының артында жасырылған топтардың аттары. Енді бұл жерде араластырып тастайық қазір. Барлықтарын бірдей болып қалмаңдар. Білмеймін кімге қандай көп түсетінін. Келіп бір-бір. Ала бер. Біліп тұр өзі топ башы екенін сен алып. Экран қалдарында шыққан ойындар ма? Ойнағыстар ма? Мұнға көрсеттім. Балар не үшін көрсеттім? Біраз сендерге идея келмей тұр ғой, екі топта да байқамады. Күніге өзіне зарядка болады деген. Мысалы, кинолар болады. Елес. Аха? Зомби. Елес пен зомби. Бұл екінші кейіпкер зомби. Екінші кейіпкер ма? Аха? Енді бізге сияқты қылыш және қару-жарақ алады. Қылыш және қару-жарақ керемет естіп отырсыздар ма? Сосын? Және келесі робот зомби. Зомби робот. Ол қандай нені ең соғысы бізде? Қозғалмалы нысандар робот зомби ма? Жарайсыңдар. Керемет. Ат деп тұрады, ол адам деген сөздермен құрастырдық топ болды. Бұл жерде кейіпкер Басты кейіпкер Джонни. Сол адамның аты. Ол адам. Адамның аты Джонни. Компьютерлік қарсыласы кім Джоннидің? Джоннидің Тревор. Ол кім? Тревор. Сол Джоннимен қылысып, үнемі машина соғысып жүрген адам. Екінші деңгейлі кейіпкер кім? Чао. Ол не істейді? Чао не істейді? Ол кімнің? Джоннидің досы көмектесіп жүреді, не? Көмектесіп әрдайым қасылады. Ал сияқылардың қандай екен? Ақшалай сыйлық және ағаштан үй соғуға береді. Ақшалай сыйлық және ағаш береді, одан сендер үй соғып аласыңдар. Ал декорациялар не? Бұл жердегі ашық қала. Яғни ашық қала. Ашық қала. Және кең дала. Ашық қала кең дала. Ашық қала кең дала, сендер ақша жинаған сайын өздерің сол ашық қалаға үй соғатын Майнкрафтқа ұқсайды, яғни жанрларың. Керемет. Рамазан топ басшысың ғой, иә? 2 балдан кім-кімге берер едің? Барлығына берем. Барлығына. Ой, жарайсыңдар. Так, мына жерден 2 балдан қосып